Қайырлы таң көрермендер, біз Шырайлым айдарында үнемі фитнес туралы айтамыз және жасапта жүрміз. Ал бүгін сол фитнес не екеніне толығырақ тоқталамыз. Оған бізге тұрақты спикеріміз Гүлназ Айтхожина жауап береді. Гүлназ, қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Қайырлы таң, Маржан. Жағдайыңыз? Жақсы, рахмет. Фитнес деген не? Оны көпшілік түсінбей жатады, тек жаттығу орындау деп түсінеді. Осы фитнестің артықшылығы, ерекшелігі неде? Фитнес дегенді бәріміз білеміз. Ол денеге арналған жаттығу болса, фейс фитнес, ағылшын сөзінен аударғанда бетке арналған гимнастика. Бетке арналған гимнастика бұрыннан ежелден келе жатқан жапондық осындай методика болып табылады, әдістемеге. Қазақстанға мүмкін соңғы жылдары келіп жатқан шығар, сондықтан да көбісіне жаңалық болып естіледі осы. Көп қыз-келіншек уақыт бөлгісі келмейді, немесе ерінеді. Осының жеңудің бір жолдарын айта аласыз ба? Менің ойымша айтады ғой, 20-ға келгенше сені табиғаттың сұлулығымен жүресің, иә. 40-қа келгенде, 50-ге келгендегі қыз-келіншектердің әлбеті, ол осы кезге дейін қандай өмір сүрді, қандай белсенділік танытты, қандай өзіне деген махаббатпен қарай алды, сол түрді, сол әлпетті 50 жасында көреді, иә. Сол болмау үшін адамда мотивация болу керек. Соның бәрімен жұмыс істеген кезде сіз көресіз өзіңіздің нәтижеңізді көре бастаған кезде сіздің ерінетін қасиетіңіз артта қалады. Мысалы, фитнеске көбіне қай жастағы қыз-келіншектер келе алады? Жастың бізде шектеулігі жоқ. Бір жақсы жері шектеулігі жоқ. Өйткені курсқа келгенде қыздар, ең жас қыз 25-те болуы мүмкін, ең үлкен 60 жаста, 58 жастағы әйелдер келеді маған. Мысалға, 25-те қыздар бетінің бұлшық етін қатайтқысы келсе, 60-та, 40-та, 50-дегі әйелдер, олар уже процесс басталады ғой, қартаю процесі басталғанда, птоз басталады бетте, әжімдер көбейе бастайды, гравитацияның көмегімен төмен қарай түсе бастайды. Соның бәрін шешу үшін осы фейс фитнеспен айналысамыз. Көбі тезірек нәтижеге қол жеткізгісі келеді. Осы тұрғыда, мысалы, нәтиже қанша уақытта болады? Бір ай, әлде бір жыл, осы жағына айта аласыз ба? Жоқ, бір жыл уақыт емес. Бізде курсқа келген қыздар 2 аптадан кейін көреді, өзінің нәтижесін көре бастайды. Мен бірінші аптада беттің жоғарғы жағына арналған жаттығулар берем. Екінші апта сабаққа келгенде қыздар көзі ашылып, көзінің айналасында әжімдер кетіп, жарқырап, мәз болып келеді, құлшынып, одан қарай фейс фитнес курсы. Бір ай айналысады қыздар. Бір айдың ішінде 25-тегі болсын, 40-дағы болсын, 30-дағы болсын, 50-дегі болсын әйелдер өзінің нәтижесіне жетеді. Әркімнің мақсаты әртүрлі ғой. Сол әрқайсысына жеке-жеке назар аударғым келеді қыздардың. Сондықтан да нәтижелі болу үшін мен сондай көп адам алмаймын, әр группамен солай айналысамыз жаттығулармен. Келетін қыз-келіншектердің көбі сізге қандай проблеманы айтады? Фейс фитнес, аты фейс фитнес болғанмен, бетке арналған гимнастикада біз кешенді жүйелі жұмыс істейміз. Мысалға, маңдайдың, көздің үстіндегі салбыраған қабақтың салбырауы, сол әжімдерді кетіру үшін біз тек қана мына жермен жұмыс істемейміз, баспен де жұмыс істейміз. Егер мына жеріңізде екінші иекті кетіргіңіз келсе, біз тек қана бір жермен жұмыс істемейміз, арқамызбен жұмыс істейміз. Арқаңыздың жағдайына байланысты екінші иек пайда болады, птоз, жаңа гравитацияның несімен бетіңізде түсіп, сүйектен төмен қарай түсіп, салбырай бастайды. Сондықтан да қыздар келген кезде біз арқамен жұмыс істейміз, баспен жұмыс істейміз, бетпен әрине жұмыс істейміз, соған назар аударып, соған байланысты қыздардың курсын тағайындаймыз. Иә, солай тағайындаймыз курста. Міне, құрметті көрермен, біз қазір бірнеше сұраққа жауап алдық. Ал егер сіздің өзге де сұрақтарыңыз болса, төменде көрсетілген WhatsApp нөміріне немесе біздің әлеуметтік желідегі парақшаларға жазып қалдыруларыңызға болады. Біз оған келесі жолы міндетті түрде жауап беретін боламыз. Сұлулық әрдайым жүректе болсын. Әр адамның сұлу болуға хақысы бар.